Қайырлы күн, қымбатты тыңдармандар. Алдарыңызға қысқа әңгімелер жинағын ұсынамыз. Әңгіме Kaluga.ru сайтынан алынған. Биыл бақшаның арқасында біраз ақша табайын деп шештім. Өзімізге деп бәрібір бірдеңелер егеміз ғой, деп ойладым. Көктемде 2 есе көбірек ектім. Бұрын бақшаға қарау көп уақытымды алатын болса, қазір тіпті ол жақтан шықпайтын болдым. Былтыр маған балалар көмектесетін. Биыл қызым 3-ші курсты бітіріп жатыр. Қиын емтихандары бар. Ал ұлымда жарыс уақыттары басталды. Сондықтан үнемі жаттығуда еді. Күйеуім туралы мүлдем айтпаймын. Ол маған бақша жұмыстарымен мүлде көмектеспейтін. Қанша рет көмектес деп өтініш айтсам да сылтау табатын. Жұмыстан шаршадым. Достарыммен гаражға барып, көлікті жөндеймін, деген сияқты. Биыл көмек сұраймын деп шештім. Көрдің бе, жұмыс көбірек, 2 есе. Балалар көмектесе алмайды. Біраз ақша жасайық, сатайық, маған көмектес дедім. Менің уақытым жоқ, керек болса өзің жаса. Көлігім бұзыла береді. 2 апта сайын ремонт жасай беруден жалықтым деді. Егер көлікті жөндеуден пайда жоқ болса, бақшаға көмектесер едім, сенің орныңда болсам. Ер адамның ісі емес бұл, деді. Қысқасы, ешқандай көмек болмады. Уақыт өте келе ойландым. Егер бақша маған ғана керек болса, онда ақшаны да тек мен аламын дедім. Күзге қарай базарға барып, көріп, көршілеріммен жақындарымның арасынан сатып алушыларды іздедім. Бағаларын біліп, өзіме қалатын пайданы есептедім. Тапқан ақшадан гардероб жаңартамын, немесе косметологқа барып, немесе шашымды бояймын деп шештім. Бір жағдайлар болып, әке-шешемнің үйіне кетуге тура келді. Анам ауруханаға жататын болды. Әкеме үйге қарашы деп менен өтінді. Жақсы деп сол жаққа кеттім. Күйеуіме бақшаға арасында көз қырыңды салып қойшы деп өтіндім. Басында жоқ деген еді, сосын келісті. Жақсы, бақшаң солып қалмасын, қарап тұрамын деді. Шынымды айтсам, күйеуім шынымен бақшаға қарайды деп ойламадым. Келесі күні маған хабарласып, бәрі жақсы екенін айтты. Және де бір танысы бірнеше шелек қызанақ алғысы келетінін де айтты. Бағасын мен есептегеннен көп беретін болды. Әрине сат деп қуандым. Сосын күйеуіме бақша жайлы сұрауға, айтуға уақытым да күшім де қалмады. Біраз уақыттан соң үйге келдім. Бақшаға бардым. Сөйтсем, бақшамызда ешқандай көкөніс, жемістер де жоқ. Қайда кетті? Бәрін сатып тастаған ба? Деп ішімнен ойландым. Дереу күйеуіме барып, бақшадағы жеміс, жидектер, көкөністер қайда дедім. Саттым деп мәз болды. Біраз ақша жасауға болады екен ғой, деп мәз болып отыр. О, қандай жақсы. Жаңалық деп осыны айт. Енді ақша қайда? Мен не ғой, көлігіме запчасть алдым деді. Қалай? Мен ол ақшаны өзіме жұмсаймын деп шештім ғой, деп қатты ашуландым. Енді көлік бізге ортақ емес пе? Көлік осы отбасымыздың нәрсесі. Сондықтан да мен сол көлікке жұмсадым. Оның үстіне сен өзіме жұмсаймын деп маған ештеңе де айтқан жоқсың ғой, деді. Мен қатты ашуландым. Екеуміз қатты ұрсып қалдық. Оның ойынша көлік біздің отбасымызға ортақ. Сондықтан да көлікке жұмсау өте дұрыс болды. Ал менің ойымша, жаз бойы еңбек етіп, бақшадан шықпаған мен. Сондықтан да ол ақшаны мен өзіме ғана жұмсауым керек еді. Бұл жағдай жайлы сіздер не ойлайсыздар? Міндетті түрде комментарийға жазып, арнамызға жазылыңыздар.